Арал өңіріндегі барса келмес қорығы терең зерттеуді қажет етеді. Теңіз тартылғалы табиғи құндылығы жоғала бастаған аймақтың көркемдігін сақтау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде барса келместің басты байлығы құландар саны 400 бастан асты. Толығырақ тілші әңгімелейді. Табиғат ананың кереметіне адамзат бағзы заманнан бері таңданып табынып та келеді. Киелі жеріміздің жұрт көзінен жырақ бұл ғажайып ортасы 1939 жылы құрылды. Бүгінде өсімдіктің 298 түрі бар қорықта киік, қарсақ, қарақұйрық сынды 56 түрлі аң мекендейді. Ал құстардың 200-ге тарта түрі кездеседі. Олардың 27 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ алғашында 16 мыңнан астам гектарды құраған. Қорықтың эко-жүйесі жақсара бастағасын 2005 жылы 10 есеге ұлғайды. Барса келместің флора-фаунасы бұзылмау үшін 14 мемлекеттік инспектор аумақты ауысымен күндіз түні қарауылдайды. Біздің негізгі міндетіміз браконьерді болғызбау, аң-құстарды күнделікке түсіріп, осы төңіректердің бәрін жағалаймыз. Негізгі жұмысымыз осы. 3 адам инспектор. 10 күннен тұрамыз. Бір кездері теңіз ортасындағы арал болған барса келмес тұяқты жануарларымен мақтанады. 1953 жылы жерсіндіруге әкелінген 7 басқана құлан қазірде 400-ден асып, ен далада еркін көсіліп жүр. Қорықтың қасқа құлан, тоқпан, ұзын қайыр, төрт қопақ сынды шалғында аумақтарда жайылған сүтқоректілер, қосмекенділер мен бауыр мен жорғалаушылар ерекше бақылауда. Жалпы біздің қорықта 4 ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Герпетофауна, ботаника, сосын орнитология несі бойынша, саласы бойынша. Былтырғы мәліметке қарай 390, сондай бір қазір енді 10%-ға көбейді, 15-20%-ға көбейді. Арал теңізінің тартылуы жағдайларына байланысты құландардың экологиясы зерттелуде қазіргі таңда. 70 жылдан астам тарихы бар барса келмес экологиялық апат ошағында орналасқан жалғыз қорық. Бұл шөлейттенуді терең зерттеуге таптырмас ашық аспан астындағы табиғи лаборатория. Дегенмен экологиялық ағарту және экотуризм ұйымдастыру жағы кемшін. Қорық мамандарының айтуынша зоологиялық және гидробиологиялық экспедиция жиі ұйымдастырылса, табиғи өсімнің нақты болжамдары айқындалар еді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, 24 KZ.